Ұры алыстан келмейді. Ұры сіздің жаныңызда. Ол сіздің мына телефоныңыз. Мына телефон деген сіздің уақытыңызды ұрлайды. Уақытпен қоса ақшаңызды ұрлайды. Қаншама уақытыңыз осы телефонға кетеді сіздің. Шындыққа келейік, адамның өсуі, жарқын болашағы жай ғана кішкентай қадамдардан басталады. Соның ішінде ең маңыздысы ол дисциплина. Бұл видеода сіздерде қарапайым 5 қадаммен бөліскім келеді. Аспандағы ай, түсініксіз деген ештеңе болмайды. Сіздерге қарапайым тілмен түсіндіреміз. Содан кейін сіздерде өмірде жетістіктеріңізге қалай қол жеткізуге болады деген жай ғана қарапайым тілмен түсінікті болады деп ойлаймын сізге. Бүгінгі күні айнала толған мәлімет, барлық жерде мәлімет. Телефонды ашып қалсаңыз қырғын информация, айналаңыздағы адамдар сізге ақыл айтады. Сізге мысалы соңғы жарнамада нені жарнамалады десе, сіз есіңізге түсіре алмайсыз қазір. Сондықтан айналада өте мәлімет көп. Соның бәріне басымыз қатып, біздің басымыз пылесос сияқты. Көшедегінің бәрін сорып алып келеді, естігеннің бәрін миға кіргізе береді, сосын мидың ішінде хаос басталады. Ненің не екенін адам қайда жылжу керек, жұмыс жасаса да, бизнес жасаса да, қай жаққа бару керек, не істеу керек деген қарапайым нәрселерді түсініп алу керек. Менің есімім Айбек Бейсенбаев. Мен деген көптеген бизнестермен айналыстым. Бала кезімнен де көп бизнеспен айналысқам. Соның ішінде бизнестерім көбісі жақсы жүрді, жақсы ақша жасадым, бірақ өкінішке орай ол ақшаның бәрі соңында жоқ болып кетеді. Себебі жүйе жоқ. Менің болашақта өзімнің компаниямды, өзімді қалай көретінін білмеймін. Сол кезде ақша таптым, пайдаландым, жоқ қылдым, болды. Егер де менің қасымда сол кезде жол көрсететін адам болғанда, мүлдем басқаша болар еді. Сондықтан сол қателіктерді сіздерде жасамасын деп, ақша жасап үйрену қиын емес. Ақша жасай алады, бірақ сол ақшаны ұстап қалу керек. Ары қарай көбейту керек. Инвестиция жасау керек. Соның бәрін осы видеоларда сіздерге айтып түсіндіретін боламыз. Ал енді бана айтып кеткендей 5 қадам бар. Сол 5 қадамды айтып өтейін. Себебі бұл 5 ережені сіз өміріңізге енгізгеннен кейін өміріңіз өзгеріп бастайды, және де өмірдегі жетістіктерге жету ондай қатты қиын емес екенін түсінесіз. Байлардың да жетістікке жеткен адамдардың құралдары алтын құрал емес, сол жай ғана қарапайым құралдар. Ол құралдарды сіз де пайдаланасыз, кез келген адам пайдаланады, өмірін өзгерте алады. Сондықтан сол құралдармен қазір бөлісетін боламын. Ең бірінші айтарым, ол сіздер күндеріңізді жоспарлау керексіздер. Сіздің күніңіз өмірде бітпей тұрып, қағазда біту керек. То есть қайда баратын бәрін таңнан кешке дейін сіз қағазбен жазып тастау керексіз. Және де сол қағаз бойынша баратын жерлеріңізге барып, бітіретін шаруаларыңызды бітіру керексіздер. Себебі егер де сіз қағазға жазып, сол қағаз бойынша жоспармен шығып, жоспармен жүрмесеңіз, банағы өмірдегі неше түрлі жағдайлар сізді өздері иеленіп алады. Сондықтан андай көп адамдарды байқайтын шығарсыздар. Ой, келе жатыр едім, анау болып қалды, мынау болып қалды деп неше түрлі сылтау айтады да, өмір өзі солай неше түрлі жағдайларды бере береді. Себебі сізде жоспар жоқ. Бір жаққа бара жатқан мақсаттарыңызды анықтап алу керексіз. Екіншісі, адам ризашылығын білдіріп білу керек, иә. Ең жақсысы күнделікті біреуге ризашылығыңды білдірсең, әрине ол нұрдың үстіне нұр болар еді. Мысалы, әке-шешеңізге ризашылығыңызды білдіруге болады. Қазақстанда туылғаныңызға. Негізі көп адамдардың армандары орындалған, бірақ өкінішке орай біздің адамдар жаратылысы сондайда өзіне біреуді тауып алады, досын тауып алады, оның машинасы, көлігі күшті, менікі ондай емес деп. Бірақ сіздің де бүгінгі жағдайыңызға жете алмай, сіздің өміріңізді армандап жүрген артта адам қаншама. Сондықтан шүкіршілік ету керек, рахмет ету керек, адам ризашылығын білдіру керек. Осы күніне, осы ұйқыдан тұрғанына, осы жеткен жағдайларына. Сонда қазақта мақал бар ғой, шүкір десең маған, тағы берем саған деп Алла тағаланың өзі айтқан. Сондықтан шүкіршілік ету керек, ризашылық білдіру керек. Ал ең бастысы, адам өз уақытын үнемі пайдалану керек. Уақытын бостан босқа кетірмеу керек. Мысалы, сіздің бүгінгі күніңіз тек бір күн қалды сізде 24 сағат десе, 24 сағаттың қанша сағатын не затқа жояр едіңіз? 12 сағат ұйықтап жатпайсыз ғой ол жерде. Адам жоспарлау керек. Ол тәулікте 24 сағат бар, болды, ол өзгермейді. Ол 24 сағат болып тұра береді. Былай айтқанда, сіздің өміріңіздің де 25-30% өтіп кетті деп айтуға болады. Сондықтан уақытыңызды бағалаңыздар. Және уақытыңыздың бағасын біліңіздер. Сіздің бір сағат өміріңіз қанша тұрады? Менің мысалы бір сағатым 50 мың тұрады деп мен белгілеп қойғам.
Бірақ болашақта 1 сағатымды $1000 қылдыру жоспарда бар. Мысалмен алайық, сіздің демек айлық жалақыңыз 300 мың теңге. Bir ай жұмыс жасау үшін 30 күніңіз кете ма? Кетеді ғой? Кетеді. Күнне демек сіз 10 мың теңге табасыз. Bir күнде жұмысқа барып келуге 10 сағат уақытыңыз кете ма? Кетеді ғой? Сіздің сонда 10 мың теңгені 10 сағатқа бөлгенде 1 сағатыңыз сіздің 1000 теңге тұрады. Ал сіз оны таксиге жоясыз, жұмыста тамақ ішесіз, кофе ішесіз. Соның бәрін санап келгенде сіздің жұмысқа барып келуіңіз кейде минусқа кетіп қалмай ма? Сондықтан өзіңіздің құныңызды біліңіз. 1 сағатыңыздың құнын анықтаңыз. Төртіншісі, көп байлар таңғы 4:30-да тұрады. Ол дәлелденген, ол зерттелген. Себебі 4:30-да тұрсаңыз, сізді 7-ге дейін, 8-ге дейін ешкім мазаламайды. Сондықтан ол уақытты өзіңізге арнайсыз. Өзіңізді дамытуға кітап оқисыз ба, йогамен айналысасыз ба, суға түсесіз ба, өзіңізбен өзіңіз ақылдасасыз ба, бірдеңе жазасыз ба, тек қана өзіңізге арнау керексіз. Таңғы сағат 4:30-нан 7-7:30-ға дейін. Мысалы, Рамазан айында оразада таңертең ерте тұру деген бар, иә? Көп адамдар оны қате түсінеді. Таңертең тұрады, сәресін ішеді, кері ұйықтап қалады. Кері ұйықтауға болмайды. Адам таңертең тұрғаннан кейін сәресін ішіп, аузын бекітіп, ары қарай күнін бастап кету керек. Жалпы оразаның мақсаты сол. Ораза біткенде адам бір жақсы әдетті алып, бір жаман әдетінен арылу керек. Сол адам күнде таңертең 4:30-да тұрып үйренсе, сіз көресіз өміріңіз қалай өзгеретінін. Ең соңғы айтарым, ол адам шығындарын есептеу керек. Көп адамдар есептемей жүре береді. Өмірде айтатын бір ғана проблемасы бар. Ол қанша ақша табам, сонша ақша жоям дейді. Ақша жетпейді дейді. 300 мың алатын болса, 350 мың алғанда жететін еді дейді. Ол олай емес. Миллион алады, миллионда жетпейді. Сондықтан сіз әр тиыныңызды санамағанша өміріңізде ол өзгеріс болмайды. Қанша табасыз, сонша жойып жүре бересіз. Әр тиын санаулы болу керек. Қазір заман дамыған, ChatGPT-дің көмегімен күнделікті шығыстарыңызды есептеп отыруға. Сонда айдың соңында ChatGPT сізге шығарып береді. Қалыпты жағдайда өмір сүру үшін қанша ақша керек айына сізге. Жоқ дегенде алдағы 3 айға сізде жоспар болу керек. Ай сайын маған осындай ақша керек деген. Сонда ғана сіз банағы артық ақша жинап, басқа жетістіктерге қол жеткізе аласыз. Әр теңге, әр тиын санаулы болу керек. Бұл видеода сіздерге жай ғана қарапайым 5 қағида туралы айтып өттім. Осыны ұстансаңыздар, сіздердің өміріңіз өзгереді. Мықты жетістіктерге қол жеткізуге болады. Жай ғана қарапайым тілмен түсіндіргенді сіздер түсініп, қабылдап алсаңыздар болғаны. Және сіздің керегі әрекет. Бұл деген сіздің өміріңіз, сіздің жарқын болашағыңыз тек қана ең біріншіден сіздің өзіңізге керек. Бүгін қандай шешім жасайсыз? Ертеңгі өміріңіз, ертеңгі болашағыңыз соған тікелей байланысты. Ешқашан кері қайтпаңыз, шегінбеңіз, сынбаңыз. Ешқашан деген сөзді тектен-тек сізге 4 рет қайталаған жоқпын. Біздің арнамызға тіркеліп қойыңыздар, лайк қойыңыздар. Сізге қай ақыл пайдалы болды, соны комментарийға жаза кетіңіздер. Бір-бірімізге қолымыздан келгенше көмектесейік. Бізбен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Келесі видеода жолыққанша.